Сәлем баршаңызға. Осындай тренд болып жатқан семеначиядан жасалған йогурттың рецептімен бөлісемін. Өте табиғи заттармен, құраммен жасалған, өте оңай, қарапайым, үй жағдайында жасап көріңіздер. Менің инстаграм парақшама және ютуб каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз, жасап көріңіздер. Ендеше кеттік. Мен заморозкада тұрған клубникаларымды өстіп жапырағынан жақсылап ажыратып алдым. Менің YouTube каналыма және Instagram парақшама жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Менің осы рецепттерімді сақтап алыңыз, жоғалтып алмас үшін. Осылай миксердің көмегімен жақсылап майдалап езіп алдым. Одан кейін араластыруға ыңғайлы ыдысқа құйдым да, үстінен 2/5 сүт құйдым. Өздеріңіз қалаған проценттегі қалаған сүттеріңізді құйсаңыздар болады. Жақсылап араластырып алғаннан кейін бұл жерде медті қана қолданасыздар, қант салмайсыздар. Негізі бұл ПП жаңа пайдалы йогурт болғандықтан. Міне осы мед өзіңіз көбірек қосаңыз да болады. Мен бір ас қасық қосуды жөн көрдім. Семеначияны осылай смол желісінен алған болатын. Салып, бетін өстіп ыдыстарға бөлшекте бөліп, бетіне өстіп малинаны, яғни таңқурайды салып шықтым. Бір күн холодильникке түнге қалдырасыздар, ертесі күні осындай дайын йогурт.